Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай екі түрлі хворс дайындайтын боламыз. Біреуі орама хворс, екіншісі гүлді хворс. Дәмі сондай нәзік, тәтті. Және де осындай қытырлап тұрады. Екі жұмыртқаның үстіне екі жұмыртқаның сары уысын қосамыз. Үстіне қантымызды қосамыз, кішкене ғана тұзымызды қосамыз. Жұмыртқамызды қанты езілгенше араластырып, 3 ыдысқа бөліп құйып алдым. Себебі тағамдық бояғыштарым менің құрғақ. Ал егер сізде гелді бояғыш болса, онда алдымен бірінші қамырын илеп аласыз. Сосын 3 бөлікке бөліп, сол қамырларды әрқайсысын өзінің түсіне бояп шығасыз. 5-6 гелді тамшы жеткілікті. Жұмыртқалы массамыздың бір бөлігіне осындай қызыл түсті құрғақ бояғышты қосып, қатты қылып қамыр илейміз. Қамырымызды салафанға салып 10-15 минутқа тындырамыз. Дәл осылайынан қалған екі тағамдық бояғышымызды қосып, жақсылап, қаттылап қамыр илейміз. Жұмыртқалы массамыздың 3-ші бөлігін мен 2 бөлікке бөліп алдым. Біреуіне қызғылт сары түсті қостым, ал екіншісіне сары түсті қосып жасадым. Дайын қамырларымызды 2-ге бөлеміз, 2 түрлі хворс пісіреміз. 10-15 минут өткен соң қамырымызды тағы да осылайынан иілеп, тындырып қоямыз. Қамырымыз сонда жақсы жайылады. Қамырымыздың қалыңдығы 1 мм болатындай жұп-жұқа қылып жайып шығамыз. Осылайынан шеттерін кесіп, тік төртбұрыш формасын келтіреміз. Хворсымыздың барлығының биіктігі біркелкі болып, әдемі болып шығу үшін осылайынан өлшеп, кесіп алсаңыздар дұрыс болады. Әрқайсысын 5 сантиметрден өлшеп, дүзу қылып кесіп шықтым. Осындай ағаш таяқшаға ораймыз. Сушидің таяқшасы да болады. Майымызды қатты қыздырмаймыз, баяу отта осылайынан айналдырып отырып қуырып аламыз. Майда ұзақ ұстамаймыз, себебі қамырымыздың түсі өзгеріп кетуі мүмкін. Екі шетін аударып отырып осылайынан қуырып аламыз. Қуырған кезде ыдысыңыз жұқа болса, оты өте баяу болғаны дұрыс. Себебі майыңыз қатты қызып кетсе, хворсыңыз формасын жоғалтып, шашырап кетуі мүмкін. Жанына осылайынан шанышқымен қысып отырып, айналдырып пісіріп аласыз. Қамырымыздың екінші бөлігін дәл солайынан жұқағып жайып, осылайынан печеньенің формасымен ойып аламыз. Саусағымызды суға малып отырып, осылайынан бір қамырды сулаймыз, үстіне тағы бір қамырды қойып, оны тағы сулаймыз, ал үшінші қамырды суламаймыз. Осылайынан ағаш таяқшаның көмегімен қатты басып, тесіп алмай, гүлдің формасын келтіреміз. Жай ғана қызып тұрған майда, жай отта осылайынан аударып отырып, екі жағын пісіріп аламыз. Майда ұзақ ұстамаймыз, себебі түсін жоғалтады. Егер печеньенің қалыбы болмаса, стаканды қойып, соның шетін иректеп кесетін құралыңызбен кесіп алсаңыз да болады. Дәл осылай барлық 3 қамырымызды да пісіріп шығамыз. Сироп дайындау үшін ыдысымызды осылай жай отқа қойып, балымыз бен қантымызды араластырып аламыз да, үстіне кішкене ғана су қосамыз. Жай отта 5-6 минут қайнаса жеткілікті. Дайын болған сиропымызды осылайынан хворсымыздың үстіне құямыз. Үстіне қант ұнтағын сеуіп, осылай әсемдеп қойсаңыздар да болады. Енді орама хворсымызды әсемдейміз. Хворсымызды сәл осылай сиропымызға малып, көкнәрмен, яғни макпен осылай әсемдейміз.
Егер көкнәрді ұнатсаңыз, көбірек салсаңыз болады. Енді үстінен осылайнан сиропымызды аз-аздан құйып шығамыз. Егер сиробыңыз қою болып жатса, онда 1-2 ас қасық қайнаған жылы су қосып құйып шықсаңыз да болады. Мінеки өзі сондай түрлі түсті ерекше және де сироптың арқасында сондай жылтырап тұр. Қамырдың шетіндегі қалған кесінділерді төртбұрыштығып кесіп, қуырып, осылайнан сиропты құйып қойсаңыз да тәп-тәтті болып шығады. Достар, осымен біздің хворсымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Сау болыңыздар.